Ko'rdingiz juqba. Dami qanday bo'pti ko'rdingiz? Dami yo'lsiz keremet yaxshi. Ana, osындай qıstengdер aynalayın. Kimingdер osunu? Keldi mağan juqbana. Osындай qıstengdер şırağım. Menin ayağlı kelinimnin kanalısına tirkelingdер şırağım. Mine. Ya orada. Yetten artık bunlar juqba. Körüngdер. Östüm, jastар үйrönüngdер östüm. Şırağım, mınanda juqba yep. Yetten artık buna juqba şırağım. Mine menin kelinim әкепler ayağlı kelinim. Qaytıqa isteysin biz. Osындай juqba, qanday yaxşı, paydalı. Yetten artık bul şırağım. Osunu bilip andar. Jastар. Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun sizlarмен o'ta dami keremet bo'lib chiqadin ajemning aytuvimen juqba jasaytin bo'lamiz. Olib ketdik. Eng oldimen stakanimizga tuzimizni qo'shib dayındab olamiz. Және 400 gram unimizning üstüne shetini quyib qattiqlov qamir eletin bo'lamiz. Dal men videomdagidek jasab ko'ringizlar. Ondan sonra like basıp qo'ng'iroq belgisini basıp qo'yishni unutmangizlar. Және de sizlar qalay jasaysizlar kommentariyaga qoldirib ketingizlar. Miniki qamirimiz dayın bo'ldi. 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz. Miniki 10-15 minutdan so'ng qamirimizni bölçeklerge bölüp jayatin bo'lamiz. Mayda bölçeklerge bölemiz. Өйткені juqbamiz öte juğa болуы қажет. Miniki осылай. Öte juğa qilib jayasizlar. Өйткені qalın bolsa qalындау болып қалады. Juğa bolsa öte keremet болып шығады. Барлығын дөңгелектеп алдық. Енді 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минуттан соң шетінен жұп-жұқа етіп jaятын боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма дамуына үлес қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесіде тағы да видео салатын боламын. Мінекей дәл мен видеомдағыдай жасаңыздар, сіздерге де өте керемет болып шығады. Өте жұқа етіп жасайсыздар, сонда керемет болып шығады. Қалындау болып қалмасын. Мінекей келесін тағы да көрсетіп жіберейін. Осы тағамды бізде әжеміз өте жақсы көреді. Осындай әжеміздің айтуымен, әжемнің рецептімен жасап жатырмын. Сіздерге пайдалы болсын деп түсіріп жатырмын. Өте пайдалы тағам. Әрі күш береді. Еттің орнына жүретін тағам. Ет жоқ болса да, бұл тағамды жеген соң етті іздемейтін боласыз. Барлығын осындай жұп-жұқа етіп жайып алдым. Енді қазанымызды отқа қыздырып пісіретін боламыз. Қызып тұрған қазанымызға шетінен салып, айландырып пісіре беретін боламыз. Арғы бетін, бергі бетін жақсылап айландырып пісіре береміз. Ортасындағылары өзі қамырымыз бітем дегенше дайын болып қалады. Мінекей осылай. Жаю сәл қиындау болады, пісіруі тез бітеді екен. Демдеп пісіп қалады, жұқа болған соң. Әжеге ыстық сүтке, қайнап тұрған сүтке турап берсе болады. Және балаларға
осыдан лаваш жасап берсеңіздер болады. Менің каналымда лавашты қалай жасайтын рецептілері бар. Көріп жасап берсеңіздер болады. Мінекей. Қоңыр болды. Қоңыр болғанда дайын болды деген сөз. Арғы бетін бергі бетін аударып, осылай пісіретін боламыз. Өте керемет, дәмі деген керемет болып шығады екен. Әжеміз жасап бер дегенде мен жасай алмай жүрген тұғым. Енді бүгін жасап беріп көрейші деп көріп ем. Әжеміз мақтады, өте керемет болып шыққан деп. Мінекей. Сіздерге де пайдалы болсын. Сіздердің де апаларыңыз, әжелеріңізге осылай жасап берсеңіздер болады. Мінекей. Өте керемет. Сіздерге рахмет айтып жейтін болады. Әжелеріңіз болса, аталарыңыз болса жасап берсеңіздер болады. Мінекей, балаларыңызға қалғанын лаваш жасасаңыздар болады. Түк те қиындығы жоқ, ештеңені керек етпейді. Тек қана құры суға елейміз. Сумен сүтіңіз болса болды. Ыстық қайнап тұрған сүтімізге осылай турап бере береміз. Өте керемет, дәмі деген керемет болып шығады екен. Мен де өзім алғаш жеуім. Үйде барлығымыз жеп алдық. Керемет, дәмі деген күшті болып шығады екен. Сіздер де апаларыңызға, аталарыңызға жасап беріңіздер. Балаларыңызға жасап берсеңіздер де болады. Балаларыма қалғанын лаваш жасап беремін. Ас болсын.